Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ақшалы болудың құпиясы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ақшаны күнделікті өмірде дұрыс пайдалана білеміз бе? Психологтар мен зерттеушілердің айтуынша, ақша үлкен энергия көзі. Ақшаны үнемдеу дегеніміз, немесе сіздің ақшаға деген қарым-қатынасыңыз қалай? Қолыңызда бар ақшаны орынды жұмсай аласыз ба? Алдымен ақша сізге не үшін және қандай мақсатта қажет екенін білуіңіз керек. Ол біреулер машина, біреулер армана үйді алғысы келуі мүмкін. Сіз осы ретте ойыңызды дұрыс анықтап алғаныңыз абзал. Алдыңызға мақсат қойыңыз. Ақша мақсатсыз жиналмайды. Орыс халқында айтылатын «на черный день» деген ойдан аулақ болыңыз. Оның орнына осындай ақша жинасам, сауда жасаймын, шетелге саяхаттаймын, ата-анама сыйлық сыйлаймын, той жасаймын деген сияқты ойлар болу керек. Біз өз ойымызбен соны жасайтын боламыз. Саудагер, кәсіпкер болсаңыз, табысыңызды арттыру мақсатында бірнеше аффирмация айтуыңызға болады. Менің табысым күннен күнге молайып келеді. Алла менің бар жағдайым жасап қойған деген сияқты аффирмация айтып жүріңіз. Жатып алып алма піс, аузыма түс деген ақша ешқашан түспейді. Еңбек етсең ғана ақша аспаннан жаумасы анық. Үнемі жақсы ой ойлап, көтеріңкі көңіл күйде жүріп, жаман ойлардан аулақ болу керек. Не қалайсыз, не кигіңіз келеді, қандай үйде тұрып, қандай машина мінгіңіз келеді, осы нәрселерді ойша елестете отырып, нақты визуализация жасаңыз. Ақша тазалықты, дәлдікті жақсы көреді. Мысалы, дүкен сатушысымен есептесіп жатсаңыз, ол сізге қателесіп, артық ақша беріп қойса, қайтарып беру қажет. Ақшаны үнемдеу дегеніміз өзіңнің бар қажетті дүниелерінен бас тарту деген сөз емес. Керек дүниелеріңді саралап, орнымен сатып алу. Әр ай сайын отбасы бюджетін жүргізіп, кіріс-шығысты анықтап отыру керек. Қолдан келгенше қайырымдылық, садақа жасауымыз керек. Біреуге ақша бере алмасаңыз, жылы сөйлеп, көңілін көтеріңіз. Әрдайым ақша жоқ деген сөзді айтпаңыз. Миыңызды кедейлікке емес, байлыққа толтырыңыз. Әлемде ақша өте көп. Ерте тұрған адамның ырысы артық дейді халқымыз. Бұл туралы қасиет Құранда да айтылады. Ерте тұрып, ерте қимылдаған адамның жұмысы өніп, табысы молаяды. Кедейлік санасынан құтылу үшін психологиялық кітаптар оқуға кеңес беремін. Осы каналда миллионерлер оқу керек 10 кітап туралы жазған, соны оқып шығыңыз. Я и деньги, психология, подсознание может все, думай богатей кітаптарын оқысаңыз да болады. Егер де канал ұнаса, осындай пайдалы ақпараттар білгіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қалай ойлайсыз? Сіздің ақша құпияңыз қандай? Байлыққа жету үшін қандай нәтиже көрсетіп жатсыз? Комментарийға жаза отырыңыз.